Сәлем достар, біз сіздермен бүгін панкейк пісіреміз. Ол үшін бізге алдымен қантымызды салып, үстінен бір дана жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде бізге көпіртудің қажеті жоқ, сондықтан да қантымыз ерісе болғаны, екеуін жақсылап араластырып аламыз, бір келкі масса болғанша. Осы массаның үстінен жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстінен алдын ала ерітілген майымызды құямыз. Мен өзіме сары май алып қостым. Сіздер өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай маргарин қоссаңыздар да болады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызға ванилин және қопсытқышты алып, 1,5 шай қасық қопсытқышты ұнымызға жақсылап араластырып, 2 немесе 3 бөлікке бөліп араластыратын боламыз. Бірдестен барлық ұнды салып жібермеңіздер, өйткені ортасы түйіршік болып қалуы мүмкін. Сондықтан да 3 немесе 2 бөлікке бөліп араластырғандыңыз жөн. Міне осылай жақсылап араластырып алдық. Енді осы дайын болып тұрған массамызға 2 немесе 3 бөлікке бөліп жақсылап араластырамыз. Мен 2 бөлікке бөліп араластырдым. Міне осындай консистенция шықты бізде. Ал енді қазір газда сковородкаға жақсылап панкейктарымызды пісіріп аламыз. Бізге сковородканы құрғақ етіп, ешқандай май қоспай, жақсылап осылай азғана салмамызды салып пісіретін боламыз. Бізде осылай түйіршіктер пайда бола бастаған кезде дайын болды деген сөз. Енді панкейкті екінші бетіне аударамыз. Міне осылай аударып алдық. Енді бізде екінші беті өте тез піседі, сондықтан да көп ұстап қоймаңыздар. Міне осылай екінші панкейкті пісіріп алдық. Мен пісіргендей балаларым бірдестен жеп қойды, сондықтан да мен видео үшін әрең сақтап алып қалдым. Міне осындай керемет панкейктарымыз дайын болды. Мен сіздерге ортасын ашып көрсетейін. Міне өте жұмсақ, өте дәмді панкейктарымыз шықты. Жұмсақ, видеода көрініп тұр. Осы панкейкті қазір әсемдеп әрлейтін боламыз. Мен осылай кондитерский мешокқа шоколадтарды салып, водяной баняда жақсылап ерітіп алдым. Содан соң осылай кондитерлік қапшықтың көмегімен шоколадпен жақсылап әрлеп шықтым. Үстінен бір үлкен қасық, ас қасықпен балымды араластырып шықтым. Сіздер өз ыңғайларыңызға қарай, егер балды ұнататын болсаңыздар, көбірек қоссаңыздар болады. Және де үстіне неше түрлі жеміс жидектермен әсемдеп әрлеп шықсаңыздар болады. Малина, банан, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Құлпынай қоссаңыздар да өте керемет шығады. Міне бізде осындай керемет панкейктарымыз дайын болды. Видеоға лайк баса кетіңіздер.